Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін біз сіздермен вишняларымызды, яғни шиелерімізді қантсыз қыс мезгіліне сақтайтын боламыз. Ең алдымен шиелерімізді 3-4 рет салқын сумен жуып аламыз. Және де банкамызға салып аламыз. Банкамызға салып болғаннан кейін үстінен осындай лимонный кислота кез келген дүкендерде табылады. Осыдан жарты шай қасық салып жібересіздер. Міне мен екіншісіне де салып жатырмын. Енді үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Қайнап тұрған суды құямыз. Және де банканың крышкаларында қайнаған суымызға салып аламыз. Және де бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. Менде 5 минут тұрды. 5 минуттан кейін міне осылай ішіндегі суын төгіп тастаймыз. Суын төккеннен кейін тағы да жарты шай қасық лимонный кислотаны сеуіп жібересіздер. Және қайтадан крышкасын жауып, банкамызды жауып тастайтын боламыз. Міне осылай жасайсыздар. Достар, бұл рецепт өте жақсы. Жасап көріңіздер. Қант жоқ кезде қантсыз да осылай сақтап қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар. Достар, видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.